Мына екі жұп Шириен и Энни деген жігіт Англиянкі, қыз Швецияның қызы, Лондонға қыдырып барып жүріп, мына жігітпен танысып, бір-бірін ұнатып жүреді. Қыздың жасы 25-те болған, жігіттің жасы 30-да болған. Екеуі біраз жүрген соң үйленетін болып шешеді. Екі жақтың ата-анасы кездесіп, келісім беріп, тойлары 3 күн болады. Жігіт өте бай болады, сондықтан тойлары керемет өтеді. Тойда қыздың туысқандары қыздың настроениясы жоқ екенін байқайды. Бірақ енді шаршаған болар деп ойлайды. Үйленгендеріне 3 апта болғанда екеуі медовый месяцке барады. Ол медовый месяцті жігіт өзі әйеліне сюрприз қылып дайындайды. Яғни Южный Африкаға, Кейптаун деген жерді таңдайды. Самолеттан түскенде отельдің гидінен отказ береді. Өздері такси жалдап, сол таксимен отельге жетеді. Шириен таксиге айтады: ертең бізді қыдыртып алып жүре аласың ба деп. Таксист келіседі. Ертесі күні таксист Золо Тонга екі жұпты қыдыртып күндіз, түнде ең опасный районға апарады. Ол районда 2 күннің бірінде адам өлетін район. Полицияның өзі бір өзі баруға қорқатын район. Ол районда бұлардың машинасын ұстап алып, таксисті түсіріп тастап, бандиттер өздері отырып алып, угон жасайды. Мына екеуін телефондарын, ақшаларын, сағаттарын, алтындарын бәрін алып қояды. Екеуі машинаның артында главный өлтірмесе болды деп отырады. Жарты жолға келгенде мына жігітті есікті ашып, лақтырып кетеді, қызды әкетіп қалады. Телефонсыз қалған жігіт әр үйге барып тоғылдатып көмек сұрайды. Бірақ иностранецке ешкім көмектескісі келмейді. Бір ғана кісі табылады көмектесуге, сол кісі полицияға звондап береді. Полиция таңға дейін іздейді, таңмен машина табылады. Машинаның ішін қараса, қыз өліп жатыр, мойнынан атылған екен. Басқа ешқандай зорлық, зомбылық болмаған. Қызды не үшін ұрлаған түсінбейді. Шоферді тастап кеткен, күйеуін лақтырып кеткен, енді қызды зорлау үшін ұрлауы мүмкін ғой, бірақ қыз зорланбаған. Осы жерде шикіліктер пайда болып, шофер болып жүрген таксисті ұстайды. Таксист: менің кінәм жоқ, мені қорқытып, түсіріп тастады, менің машинамды угон жасап кетті деп, солай өзін ақтайды. Машинада отпечатоктар табылып, тағы бір жігіт ұсталады. Қызның өлімін естіген әкесі тексеріс басталмай жатып-ақ Швециядан Южный Африкаға ұшып барады. Сот барысында отельдің администраторы да ұсталады. Отельдің администраторы мынау таксистке, Золо Тонгаға, құлағына сыбырлап бәрін айтып бер деп айтады. Жалғасы келесі видеода. Солай Эннидің өліміне 3 адам ұсталады. Отельдің администраторы, таксист болған Золо Тонга, машинан угон жасаған бандит. Ал Эннидің күйеуі сот аяқталмай жатып-ақ Лондонға ұшып кетеді. Сол кезде таксист Золо Тонга бәрін айтып береді. Эннидің өліміне заказ берген күйеуі дейді. Эннидің күйеуі бұл таксистен таныс киллерің бар ма деп сұраған. Бұл жігіт отельдің администраторынан сұраған. Отельдің администраторы адам өлтіретін киллерді тауып берген. Бәрін пландастырған күйеуі екен. Сол үшін да специально Южный Африканы таңдаған екен. Полициялар баста сенбейді. Мотив не дейді. Жігіт өте бай, қыз төмен. Қыз тем более страховкада тұрған жоқ. Тем более екеуі жақында үйленген. Не үшін өлтіреді күйеуі әйелін деген сияқты сұрақ туындайды. Уликалар табылмай сот ұзаққа созылып кетеді. Қыздың әкесі қыздың денесін Швецияға алып кетеді. Ал қыздың күйеуі Лондонда болады. Қыздың күйеуі Шириенді Южный Африкаға сотқа шақырады, бірақ бұл жігіт мен депрессиядамын деп Лондоннан еш жаққа кетпейді. Сол уақыттарда мына жігіт пайда болады. Бұл Шириеннің любовнигі болғанын айтады. Шириеннің гей екенін айтады. Сол кезде мотив анықталады. Энни той күні күйеуінің гей екенін біледі. Энни күйеуінің ориентациясын басқаларға айтып қоймау үшін өлтірді деген күдік пайда болады. Шириеннің компьютерлерін, телефондарын тексергенде қыз өлген күні ақ сондай порно видеолар, жәндегідей сайт знакомства бар екен, специально сол гейлардың сол жерде отырып басқа еркектермен сөйлескені, сондайлардың бәрі анықталған. Шириен өзінің гей емес, бей екенін айтады, яғни қызбен де жігітпен де бола беретін түрі.
и әйелімді мен өлтірмедім дейді. Депрессиядамын, стресстемін, әйелім өлген соң мен оны қатты жақсы көрдім деп частный клиникаға жатып алады. Екі ең қымбат адвокат жалдап, ол адвокаттары бұл жігіттің 15 килоға асып кеткенін айтады әйелі өлген соң. Сотты Лондонға ауыстырады, өйткені Шириен Южный Африкаға бармай қойған, әртүрлі себептер айтып. Сот 4 жылға созылады. Соттың қысымынан Шириеннің любовнигі өз-өзіне қол жұмсап қояды. Ал машинаны угон жасаған бандит түрмедегі, басында опухолі бар екен, сол аурумен түрмеде өліп кетеді. Шириенді екі адвокаты күшті ақтап шығып, сот бұл жігітті соттамайды. Өйткені ешқандай улика табылмаған. Ал 18 жылға сотталған Золотонго за хорошее поведение 2022 жылы шығып, қыздың әкесімен жолығады. Қыздың әкесі әлі күнге дейін улика таппаған.